Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода дәл осындай шырмауық гүлдеріңіз бар болса, гүлдің аты традискансия. Негізінде бізде қазақта шырмауық гүл деп айтады. Енді дәл осылай қартайып, жаңағы жапырақтары қурап, сабақтары жалаңаштанып қалған болса, не істейсіздер, не қоясыздар? Бүгін осы видеода бәрін көрсететін боламын. Қалай кесеміз, қалай жасартамыз, қалай отростка аламыз. Және де мен өзімнің жаңағы ерекше горшокқа отырғызып көргім кеп тұр. Мен де алғаш рет істеп отырмын бұны. Қалай өседі екен, қалай болады екен, болашақта көреміз. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналымда көптеген гүлдердің күтімі бар, зиянкестерге қарсы қалай гүлдерді обработка жасаймыз, барлық видеолар бар. Каналға тіркеліңіздер. Көптеген тыңайтқыштар жайлы да видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің видеоларым сіздерге ескерту болып барып түсіп тұратын болады. Ал енді біздің традискансия гүліміз бұл өзі тез өсетін гүл, тез қартаятын гүл. Сол себептен астыңғы жапырақтары қурап, сабақтары жалаңаштанып, жіп секілді болып, жаңағы сондай жіп секілді болып жалаңаштанып қалады. Сол себептен бұл гүлді жиі жаңағы жасартып, жиі кесіп отырғызса, жақсы өседі, жарықты жақсы көреді, суды да жақсы ішеді, және жаңағы жарық жетіспесе, жаңағы көлеңкелеу жерде қап кетсе, жапырақтарының арасы алшақтап, ұзарып, жаңағы сорайып кетеді, былайша айтқанда. Жапырақ неғұрлым арасы жақын болса, гүл пышный болып өседі, қалың болып өседі. Ал жапырақтардың арасы алшақ болып, ұзын-ұзын болып өсетін болса, онда гүл сирек болып, кәдімгідей жіп секілді сабақтарының бәрі көрініп тұрады, гүлдің сәні кетеді. Жаңағы айтып отырған менің ерекше горшогым осы. Жаңағы осыған қазір қалай егеміз бәрін көрсететін боламын. Өздеріңіз көріп отырғандай, кәдімгі 2 литрлік баклажка, астына стойкасын жасадым, аяғын жаңа тұрып тұратындай қылып, және айналасының бәрін дәл осылай жаңағы темір затты қыздырып тесіп алдым. Енді қазір біз гүлдің отросткасын аламыз. Сөйтіп, бұл активированный уголь менде. Активированный уголь біздің отросткамыздың шірімей жақсы тамырлауына көмектеседі. Мен қазір бүкіл кесіп алған отросткамның бәрін осыған батырып, топыраққа тікелей тығатын боламын. Топыраққа тікелей тыққан кезде осы активированный угольге не болмаса корицаға батырып тікелей топыраққа тықсаңыздар, сіздің отросткаңыз шірімей жақсы тамырлайтын болады. Себебі жаңа кескен жер суланады. Сол суланған жерде жаңағы ылғал жерге түскен кезде намданып, жаңағы шіріп кетуі мүмкін. Сол себептен бізге осындай кескен жерді залалсыздандырып тұратын осындай активированный угольдің ұнтағы, не болмаса жаңағы корицаға батырсаңыздар да болады. Мінекей отростканы кескенде қалай кесеміз? Мінекей 2 буын, осы 2 буыннан тамыр шығады. Сол себептен біз ол буынға жақындатпай ортасынан кесетін боламыз. Егер де сіз буынға жақындатып кесетін болсаңыз, ол буынға сол жер кішкене суланып, не болмаса шіріп, құрғап кебетін болса, ол жерден не бүршік шықпай қалады, не тамыр шықпай қалады. Сол себептен осындай буынды гүлдерді кесетін кезде кішкене буыннан 1-2 мм ары кескеніңіз дұрыс болады. Осы әр буыннан тамыр шығады. Егер де ол буыннан тамыр шықпаса, жаңа сабақ шығады. Сол себептен буыннан тіл алшақ кескен дұрыс болады. Отростканы дәл осылай аласыздар. Қазір осы гүлдің бүкіл отросткасының бәрін дәл осылай қырқып аламын. Сөйтіп жаңағы баклажкама әдемілеп, айландыра егіп шығатын боламын. Осы видеода соңына шейін бәрін көріңіздер. Дәл осындай суланған жерлерін жаңағы угольге батырамын. Ал енді суға тамырлатуға да болады бұны. Тез тамырлайды. Мен өткен видеоларда түсіріп видео шығарған болатынмын. Осындай тез тамырлайтын гүлдерді суға тамырлатып, сол суды төкпей, қиын тамырлайтын гүлдерді сол суға салсаңыз,
Енді білмеймін, каким-то образом ол суға бірдеңе бөлінеді осындай гүлдерден. Содан анау қиын тамырлайтын гүлдер де өте жеңіл және жақсы тамырлайтын болады. Мінекей астыңғы жапырақтарын алып тастаймыз. Ол бізге керек емес. Жоғарғы жағынан 2-3, не болмаса 4 жапырақ қалдырсаңыздар жетеді. Себебі астыңғы жапырақтар ол бәрібір топыраққа кіріп кетеді. Топыраққа кіргеннен кейін ол шіруі де мүмкін. Сол себептен біздің гүліміздің тамырлайын деп тұрған сабағын шірітіп жіберуі мүмкін. Бүкіл тазалап аламыз, және бұл жапырақтар біздің атроскамыздың тамырлауына кедергі болады, күшін алып қояды гүлдің. Сол себептен қандай гүлді сіз атроска кесіп алғаннан кейін оны суға тамырлатсаңыз да, топыраққа тамырлатсаңыз да, алдымен тазалайтын жерін тазалап, керек емес жапырақтарын бәрін алып тастап, кебетін сабағын кептіріп, сөйтіп барып жаңағы тамырлатсаңыз болады. Егер де сіздерде активированный уголь болмаса, жаңағы корица үйде бір жағдайлар болып қалады ғой, енді болмай қалса, кейбіреулер көбінде корицаны пайдаланбайды. Сол үшін алмайды. Солдай жағдай болып үйде табылмай қалған болса, сіз кескен атросканы 1 сағат, не болмаса жарты сағатқа кептіріңіз. Себебі ол кескен жер су күйінше сіз оны ылғал топыраққа тықсаңыз, ол шіріп кетуі мүмкін. Сол үшін алдымен жарты сағат, 1 сағатқа кептіріңіз. Одан гүл өлмейді, ештеңе қылмайды. Жаңағы кепкеннен кейін беймарал топыраққа тығып тамырлатуға болады. Ал енді жаңағыдай соғы бөлінетін, көбінше фикус бенджаминдердің сүт сияқты соқ бөлініп жатады ғой. Олардың соғын жақсылап жуып, тазалап алу керек. Егер де жумай сол бойынша тығатын болсаңыз, ол тамырламай жаңағы ұзақ уақыт тұруы мүмкін, даже шіріп кетуі де мүмкін. Ал енді барынша жақсы, мықты деген атроскалардың бәрін кесіп алдым. Астындағы бүкіл жаман керек емес бізге жапырақтардың бәрін алып тастадым. Мінекей баклажканы айландыра осылай тесіп аласыздар. Енді мен үшін бір әдемі сән болып тұратын сияқты, енді өскен кезде, ары қарай дамып, тамырлап өскен кезде көреміз. Мінекей мынау активированный уголь кәдімгі аптекада сатылады, қымбат тұрмайды. Негізінде кәдімгі гүлдердің топырағына қосатын древесный угольдің ішінде ұнтағына да батырсаңыз болады. Осы активированный уголь кәдімгі таблетканы езіп батырсаңыз да болады. Менің қазір ыдыстың ішіндегі аптеканың дәрісі угольді ұнтақтап әкеп дайындап қойдым. Себебі мен бұны қазір кептіріп отыратын болсам, менің видеом ұзағынан кетеді. Сол үшін мен сіздерге осы бір видеоның ішінде қалай отырғызамын, қалай жасартамын, бәрін көрсеткім келіп тұр. Сол себептен мен угольге батырып, топыраққа тығамын. Егер де сіздерде де ондай кепкен күтетін уақытыңыз болмаса, дәл осылай жасасаңыздар болады. Ал енді жаңағы корицаға батырсаңыздар да болады. Дәл осылай корицаға батырып, топыраққа тыға берсеңіздер болады. Жақсы шірімей, жақсы тамырлайтын болады. Мінекей бір слойын егіп қойдым. Топырақты саласыз. Сөйтіп сол топырақ енді алғашқы кезде борпылдап жұмсақ болып тұрады ғой. Сол топыраққа кәдімгідей осылай, мінекей осылай тыға бересіздер мені. Осылай тығасыздар. Және жаңағы жапырағын оңғаратып, бетіп айландырып алсаңыздар да болады өздеріңізге. Потому что төңкеріліп қалса бәрі гүлдің сәні бұзылады. Әдемілеп, кәдімгідей гүлдің жапырағын алдына, беткі жағына қаратып, әдемілеп ексеңіздер болады. Тағы да бір айта кететін жайт, бұл традисканциялар ешқандай топырақ талғамайды. Мен өзім практикамнан көргенмін, бұл гүл менде уже неше жылдан бері келе жатыр осылай. Әр сезон сайын мен бұларды жасартамын дәл осылай. Көктем уақытысында, основном көктем уақытысында жасартып аламын. Бұлар дегенде қыста демалыс деген жоқ. Бұлар да қыста да өсе береді. Жаңа тез өскендіктен айтып тұрмын ғой. Төбі жағындағы бұрынғы ескі жапырақтары тез қурайды да, құры жіпше болып қалады. Сол үшін тез жасартып тұрамын.
үйдегі бар қолымда топыраққа отырғызып та көргенмін. Ешқандай топырақ талғамайды. Жарықта жарық көп, жақсы болып тұрса, жапырақтардың арасы қалың болып өседі. Ал егерде жапырақ жаңағы күн онша жетіспесе, қыстың күндері сәл кішкене жапырақтарының арасы алшақтап, сирей бастайды. Одан кейін жаңағы кейбір сорттары енді мен өзім ұстап бағып көрмегенмін. Жаңағы капризный болып келеді дейді. Енді өзіміз қолдан егіп көрмегеннен кейін мен оларды білмеймін. Бірақ жасыл, кілең жасыл түрі сорты, дәл осы сорты ешқандай капризный емес. Розовый сорты бар. Ол ақ полоска түскен, оны енді елдер айтып атады, сәл капризнайлау деп, бірақ мен оны өзім қолда бағып көрген емеспін. Меніңше бәрінің күтімі бір секілді. Дәл осылай мінекей, дәл осылай ексеңіздер болады. Сіз нені атросканы тыққан сайын топырақ толтырып отырасыз. Топырақ өзі қазір бос қой, бос болғандықтан бұл кәдімгідей беймарал тесіктен кіріп кетеді. Кіргізіп, кәдімгідей гүлдің формасын әдемілеп реттеп, жапырақтарын оңғаратып, әдемілеп пышный ғып егіп алсаңыз, көзге көргенге де әдемі, өскен кезде, осының бәрі тамырлап өскен кезде тағы да видео салып, сіздерге отчет көрсететін боламын. Мінекей осындай шырмауықтарыңыз бар болса, дәл осылай егіп, әдемілеп формаға келтіріп алсаңыздар болады. Бұл процесс бізде гүлді жасарту процесі болып есептеледі. Және жаңағы гүлден атросканы қалай аламын дейтін болсаңыздар, дәл осы әдіспен сол мектепте, мысалы кейбіреулер айтады, жұмыстан мына гүлдің атроскасын қалай алсам болады деп, дәл осылай аласыздар. Егерде гүл буыннан болса, буынның жанынан, астынан төменірек бір 2-3 мм арырақ кесесіз. Әрине өткір нәрсемен кесу керек. Өтпейтін нәрсемен кессеңіздер, ол жер езіліп, мыжылып қалады.